Не шу? Ситу мырза, Гу мырза. Мырзалар, сіздер дәл уақытында келдіңіздер. Біз фан менеджер екеуміз сауда үйінің ескизін талқылап отырғанбыз. Біздің ойымыз бір жерден шықпай тұр. Сіз менің жобамды қарап бағасын бере аласыз деп үміттенем. Оның дизайн жобасы өзгеше екен. Қарапайым әрі ойластырылған. Бұл жердің атақты болатыны анық. Жалпы жобаның концепциясы жаман емес. Оны кеңседе талқылайық. Иә, біз егжей-тегжейін талқылауға дайынбыз. Ал сіз жетекші ретінде бөлім жұмысындағы ең маңызды нәрсе топ екенін білуіңіз керек. Екінші орында әр қызметкердің қабілеті. Әр қызметкердің ұсынысын қабылдап үйреніңіз. Түсіндім, Гу мырза, бәрін ескерем. Жарты сағаттан кейін мені қабылдау бөлімінде күт. Иә. Алдымен оған біздің компанияға жұмысқа тұруға көмектестің. Енді оның бастығын орнына қойып бердің. Ол саған ұнайды ғой, ә? Ол менің ұлымның анасы. Мен осылай істеуім керек болды. Ал сен болсаң, бос сөз сөйлегенше жұмысқа кірісте маған жобаны әкел. Жарайды. Син Мусюань, кеттік. Иә, жарайды. Бірақ мен бұл жерге енді ғана жұмысқа тұрдым ғой. Мен Ситуменмен сөйлестім. Бүгіннен бастап сен Гу компаниясының кеңсесінде Сиси компаниясының өкілі ретінде жұмыс істейтін боласың. Кез келген сұрақпен маған келсең болады. Жарайды. Рахмет, Гу мырза, мен барынша тырысам.